Бәріңізге сәлем. Мен сіздерге үй жағдайында қалай жеңіл пилинг жасауға болатынын көрсететін боламын. Пилинг ол терге өте пайдалы, ол терін жаңартады, ағартады, мимикалық әжімдерден қорғауға көмектеседі. Бізге бұған небәрі керегі: бір орта көлемдегі лимон, 200 грамм қайнаған су және мұз қатыратын қалып. Лимонның сыртын жақсылап тұрып жуып, ыдысқа әбден сығып аламыз барлық суын. Сол сығындының үстіне 200 граммнан аспайтын қылып ыстық суды құйып, жақсылап тұрып араластырып, комнаталық температурада суытуға қойып қоямыз. Суығаннан кейін мұз қатыратын қалыпты алып, әдетте ол қалып бізде 10 бөліктен тұрады, 10 бөлікке бірдей қылып құямыз. Таңертеңгісін ұйқыдан тұрғасын сол 1 кубик мұзды алып, бетіміздің барлық жерін жақсылап сүртеміз. Көздің астында сүртуге болады, бірақ абайлаңыз, көзге тиіп кетпесін. Тиіп кеткен жағдайда мұздай сумен жуасыздар. Бетті жумаймыз, ол сол қалпында бетте кебу керек. Басында аздап дискомфорт болады, қыштат, аштат, шыдаймыз. Жуып 40 минутқа дейін жуып тастауға болмайды. 40 минут бетте ұстаймыз. Содан соң жылы сумен жуып тастай беріңіздер. Осы әдісті 10 күн үзбей пайдалансаңыздар, салондағы жеңіл пилингтен кем емес нәтижеге жетуге болады. Тек ескеретін жағдай, 10 күн осы пилингті жасап жүрген кезде далаға міндетті түрде шығарда күннен қорғайтын крем жағып шығыңыздар. Онсыз шығуға болмайды, ол міндетті түрде. Менің бұл берген ақпаратым сізге пайдалы болады деп сенемін. Көп рахмет. Тағы да басқа қызықты, керекті ақпараттармен бөлісетін боламын. Сау болыңыздар.